Hayırlı taң көздерің, hayırlı taң көздарың, hayırlı taң қолдарың, hayırlı taң аяқтарың. Көздерім көріп тұр, құлағым естіп тұр. Қолымыз шапалақтап, аяғымыз қопалақ. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз мамандық түрлерімен танысамыз. Мұғалім. Ол мектепте жұмыс жасайды. Мұғалім оқушыларға сабақ үйретіп, білім береді екен. Бұл адамның мамандығы аспаз. Ол мейрамханада, асханада жұмыс жасайды. Аспаз әртүрлі дәмді тағамдар дайындайды. Бұл адамның мамандығы құрылысшы. Құрылысшылар зәулім үйлер, ғимараттар салады екен. Полиция қызметкері. Полицей адамдардың тыныштығын қорғайды, қылмыскерлерді ұстайды. Бұл адамның мамандығы тігінші. Тігіншілер тігін фабрикасында, ательеде жұмыс жасайды. Пойыздың дауысы болды, иә? Бізге пойыз жүргізушісі кепті. Осы пойыз жүргізушісіне біз бірігіп отырып, мамандықтар қалашығына барайық. Барлығымыз барамыз ба? Иә. Барамыз. Олай болса бәріміз тіркесіп, пойызға мінейік, келіңдер. Біріміздің артымыздан бірге ұстаймыз. Қол шапалақтау аялдамасы. Аяқпен топылдату аялдамасы. Секіру аялдамасы. Видео аялдамасы. Досымызбен ойнаймыз, билейміз әлі қалайық, ойымызды сенімді алайық, арамызға бәріміз тұрайық, бізбен бірге жүр,
сендер қандай өскенде мамандық иесі боласыңдар, сол өздері қалаға мамандықтардың орталықтарына барамыз. Біз балалар тіленшеге көмектесеміз, иә? Мына жердегі тіленшеді біз оюменен мына жерде полицияның машинесін алып, мына ыдыстың ішіне полицияның заты қайсысы? Соны. Алдағы мынаған жабыстырамыз. Машинесі қандай мамандық машинесі? Дәрігер, иә? Осы дәрігердің заттарын табамыз. Балалар, түрлі мамандықтардың керекті заттарын табу керек екен, иә? Мына жерде мынау, сен қандай мамандық? Құрылысшы. Қане құрылысшының заты қаяқта? Мына қатардан тапшы. Жарайсың. Ай көркем, сенікі қайда? Қандай мамандық? Таба ғой. Құрылысшы таптың, иә? Қалған мамандықтар тап. Сахна, сен қандай мамандық тауып атсың? Аспазшыныкі қайсы, аспазшыныкі? Аспазшы. Аспазшының заттары дұрыс. Болашағым елімнің ойлардан намаз, ертеңімнің ақтайтын батыр боламыз. Ойнас шаттан шайтан алақай, гүлдей жайна балақай. Әуелетіп халықта әнге саламыз, мұң бұралып біргелік билеп аламыз. Біз бақытты балдырған оттай жанамыз. Енді біз сол танысқан мамандықтарымызды жасыруға мамандықтар деген ойын ойнаймыз, иә? Ол үшін мына жерде міне ұяшықтар тұр екен. Осы ұяшықтарды ашсақ, қандай мамандық шығатынын көреміз. Кітапты көп оқытып, білімді көп беремін. Балалар, бұл қандай мамандық екен? Шатына айтып берші. Осы айтасың, иә? Келесі мамандықтар. Мен жерге іргетас қалап, аспанға қол созамын. Бұл қандай мамандық екен? Бәріміз айтамыз. Келесі. Кім екенімді таба аласың. Кім екенімді таба аласың. Сол дәмін дәл табаса, кім екенімді таба аласың. Аспаз. Келесі ұяшықты көрейік. Дөңгелек досым, жол серігім, таңнан кешке дейін жүріс тірлігім. Тәртіп пен заң менің серігім, халық тыныштығын күзетемін. Бұл қандай мамандық екен? Ұяшықты көрейік. Мен тыңдаймын, тексеремін, жазамын, бірақ мен жазушы емеспін. Мен кіммін? Дәрігер мамандығы екен, иә? Бүгін біз қандай мамандықпен таныстық? Қандай мамандықтармен таныстық? Аспазшы. Одан кейін? Өрт сөндіруші мамандығы бар екен. Тағы қандай мамандық бар екен? Дәрігер мамандығы бар екен. Тағы? Қандай мамандық бар? Киім тігетін адамды кім деп айтады? Тігінші, дұрыс айтасың. Тігінші мамандығы екен. Мамандықтарды толық қорыту үшін мына жерге Арайлым, Райымбек, сосын кім келеді? Айгүл. Енді үшеуміз
Аспазшы. Ал балалар, Райбек қандай мамандық тауыпты? Мынау қандай мамандық? Аспазшы. Жақсы. Айкөркем, сен қандай мамандық таптың? Қандай мамандық екен балалар? Өрт сөндіруші екен. Арайлым, сен қандай мамандық таптың? Дәрігер. Дәрігер мамандық. Балалар, Арайлым қандай мамандық